Ассаламу алейкум, сайгылы сәржілер хаберлер жанлайында студияда Эльвина Халилова Украина ве Қырымда алып кечкен сонки хаберлерінен танышатым. 200-ге яқын инсан сарым авы байрақлар ве Қырым татар тимсаллерінен Киевдегі Шевченко паркында топлашты. Кабзарның әйкелі янында Қырым иле бірдемлік акциясы кечті. Тәфсилатлы левхымызда. Тарас Шевченко паркына Украина ве Қырымтар байрақларынен Сабық Сясима Бусер, Фалер ве Қырымлар келді. Анастасия Хорынтасынен келді. Әнкүчік оғылы 1 яшында. Илкі веляғында қалған адамлар украинлер олғанын ұнытмамалымыз. Пек чоқ керчек ватан перверлер, ось ватаныны севгенлер ве ярым аданың азат етілі оғырында көрешкенлер бар. Иван Голод Запорижье вилядінден, ама Қырым сәкенлеріне пек чоқ ярдым еті. 2014 сенесі акцияларға чыққан ве Қырымның азаты тілі оғырында көрешмеге девам еткенлерге қол тұтмақ керек олғаныны шымды дуям. Язық ке амма девлет тарафындан Қырымны азат етмек үшін пек ас япылғандыр. Шевченко абидесіне келгендер арасында тарихчи Андрей Иванец ве Фаль Андрей Шикун бар. 6 ел әвелсі мен бұл күні Шевченко паркында едім, амма Киевде дегіл Ахмеджетте еді. Анда ішгаліге қаршы Украина топрақ бүтінлігінің дестегіне митинг олып кечкен еді. Бұл митингке пек чоқ адам келген еді. Аляда қатырлайым, пек чоқ адам ішғал шарайтынде өз ноқтай назарыны білдірмек үшін келген еді. Мартның 9-ы бұ тірену Қырымда Украина тіреновы. Бұ әркес біле, құсусан қалқара тәшкілатлар. 2014 сенесі мартның 9-ында Тарас Шевченко абидесіне келген журналистлер хабер басталары. Бұ күні адамларыны тұтып есір еткен еділер, ішкенже оғыратқан еділер. Оларыны йоқ етмеге тырыша еділер. Ве біз бұны білеміз. Бұны епіс аңлап керчектен пек қиын келе. Украина Қырымына бірдімлік білдірмек үшін Шевченко абидесі янында 200-ге яқын адам топлашты. Але я знаю, що за нами правда, ми переможемо. Слава Україні! В серці з тим, що Крим – це Україна, і ми обов'язково будемо там з вами. Це 100%. Слава Україні! Тарас Шевченконы işgal етілген Ахмеджетте де аңдылар. Шевченко паркына инсанлар сарым авы шеретлернен ераштырылған чечеклер вечерақларнен келді. Қырым ақиқатының малюматына көре база акция іштаракшілері Украина байрақлары иле келді. Бұндан сон паркқа işgalci әкемиет темсілжілері де қошылды. Олар Рус байрақларыны кетірді. Акцияда ерлі санат тақымлары чықышлар япты. Стал известен также и как талант. Вот такая девчина, такая, сватай мене серденько выйду я. Балхар халқының сүргінлігі құрбанлары үшін дуа етеміз. Рифат Чубаров балхарларының сүргінлігі күнінде Милли Межлис адындан тәзие білдірді. Совет режимінің миллионлар же құрбанлары аққында қатыра ве халқларының сүргін етілмесі дүнияда яшыған миллетлер, оларының үкіметлері ве чешіт халқара тешкілатлардан бұ кебі фажаларының текрарланмамасы үшін арекет етілмесіні талап ете. Русия тарафындан мұстақыл девлетлер ве оларының халқларына қаршы япылған тәжавуз вақтында бұ пек актуальдыр деп язды Facebook сәйфесінде Рифат Чубаров. Балқар халқының сүргінлігінің 76-й еллығына бағышланған митинг Хабарда Балқарияның Эльбрус районында да кечті. Анда ерлі сакенлер топлашып, өлгенлеріні аңдылар. Adamlarımız ölgendi, atalarımız, analarımız, kartlarımız, bağlarımız arazı olup Allah'ın canlarına verir bize. Sadaka görmegendiler, cenaze etilmegendiler, hayırlık basıp o dünyada ölgendiler. Ya Rabbim ya Allah bu. Ben okuan Kur'an'dan gelgen suapının barına bir. Dar kabrların keniyet, karan kabrların nümlet, cennet aklarından çenasip et. El-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Бағалы қартларымыз, почтим память жертв трагических событий минутой молчания. Hürmetli қартларымыз, халқымыздың ақшы төрелерін, әдетлерін, миллет еңчілігін сақлап, туған жеріне жашаудан түңілмей, бүтін де ақшы көлі, ақшы мұтлы болып қайтқанымыз үшін сізге ұлы спас береміз.
жаш төлібіз сізден үлгі ала, миллетіміздің атын игі біле айттырсын. Сау болуғыз, өміргіз ұзақ болсын. Хатырлатам 1944 сенесі маркның 8-інде Қабарда-Балқария қалқы Казахстан ве Қырғызстанға сүргін етілді. Тарихчы Хаджи Мурат Сабанжиевге көре, о вақыт 38 бин кіші ватанындан қовылды. Бір қач жылдан сон Совет үкіметі бұны адалетсізлік әрекетті оларақ таныды. Нәтижеде репрессияға оғыратылған қалқылар реабилитация етілді. Киевде Аметхан Султан адына бұттун Украина күреш ярышы кечірілді. Ярышта 120 бала иштирак етті. Тәдбірге меслектешім Юлия Савченко қошылды. Келіңіз сейредейік. На всеукраїнському турнірі з боротьби зібралося чимало людей. Бұтын Украина күреш турниріне чоқ адам келді. Мен база адамлардан бүгінгі тәдбір кімге бағышланғаныны ақында сұрайым. Я не чула саму, мені друзі розповідали, що він літав на якомусь самольоті і все. Я не знаю, хто такий Аметхан Султан. Як звати знаю, но не пам'ятаю. Турнирде 11 тақым иштирак етті. Тоқтамадан әрбеш дақа мендерге ұрышмақ үшін башқа бір чифт чыға. Победителя просьба подойти к судейскому столу. Әрбір іштиракчы она дестек білдіргендерден келді. Сержелер трибуналарында яны таққа мазырлана, сержелеріні есе ойынлардың әглендірелер. Турнир аман-аман 10 saat devam etti. 6-dan 17 yaşqa 120 bala iştirak etdi. Gariplерге kopalардың takdirleni. Тәдбіріміз Шуралар бөлігінің 2 дефа қараманы учучи сынавчы Аметхан Султанға бағышланған. Бұл әнді 4-ші турнир. Бұндан әверкі ярыш Украина учучи сынавчы Шуралар бөлігінің 3 дефа қараманы Қажыдубға бағышланған еді. Бұлар сербестік үшін жаныны берген қарманлардыр. Мен қарымтар оларақ Украина қарманларына, өз қарманларымызға дестек білдірем. Пока мы имеем вот такие алмазы и бриллианты, нас не сломать. Слава Украине! Бұнен мен сағылықлашам, яйынларымызға қош олыңыз ве Facebook сәйфемізге абуне олыңыз. Көрішмек үзіре.